Сәлем баршаңызға, мен YouTube каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мархабат, мен арнама тіркеліп, колокольчикті басуға ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен бірге бауырдан торт жасайтын боламыз. Алдымен бауырды блендердан немесе ет тартқыштан өткізіп аламыз. Жұмыртқа, сүт, сарымсақ, сұйық май қосамыз. Және де қалауынша тұз, қара бұрышты саламыз. Венчикпен араластырамыз жақсылап тұрып. Келесі кезекте міндетті түрде ситадан аз-аздан ұнымызды сала отырып, осылай венчикпен араластырамыз. Артық комочектер пайда болмау қажет, сондықтан да аз-аздан қоса отырып араластырамыз. Міне бізде осындай сұйық масса шығады. Содан соң блины пісіретін табамызды алып, қыздырып, ешқандай да май ішіне құймаймын. Осылай блинылар жасап шығамыз. Қатарынан бөлек табада осы бауырдан торттың арасына жағатын зажарканы дайындаймын. Табаға май құямын, қыздырып алғаннан кейін жуа, үкіште өткізілген морковьті саламын, қуырып аламын барлығын. Содан соң тұз, томат пастасын қосып, осылай қуырып аламыз. Біздің зажаркамыз дайын болды. Енді келесі кезекте басқа ыдыста сарымсақ, тұз және де майонезді жағып, оны бір бөлек слойға жағып шығамыз. Блинымызды қойып, келесі слойда зажаркамызды жағып, міне осылай біздің тортымызды құрастырамыз. Осы комбинациямен негізі өте дәмді болып шығады. Чеснокты өзіңіздің қалауыңыз бойынша саласыз. Міне біздің тортымыз дайын болды. Жасап көріңіздер, егер ұнаса лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған мархабат, арнама тіркеліп қойыңыздар.